Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай әдемі дизайндағы метриканы соткамен жасайтын боламыз. Және менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге қажетті программа бұл Pinterest программасы. Бұл жерде өзіңізге қажетті детский фотоны осылай таңдап аласыздар. Содан кейін осы Pinterest программасының поискына детский розовый фон десеңіздер, неше түрлі әдемі фондар шығарып береді. Соның ішіне маған осы фон қатты ұнады. Өзіме сақтап алдым. Содан кейін бізде екінші программа бұл Magic Eraser программасы. Бұл программамен біз қыздың артындағы фонды алып тастаймыз. Міне керек емес, ақ бөліктің барлығын алып тастадым және сақтап алдым өзіме. Содан кейін қазір енді үшінші программа PicsArt. PicsArt программасына кіріп, біз A4 ақ бетті таңдаймыз. Бұл A4-ға добавить фото арқылы біздің жаңа таңдаған фонымызды қоямыз. Содан кейін жаңа Magic Eraserмен қиған қызымызды қажет бөлікке орналастырып аламыз. Мен міне орта жағына қойдым, қазір жан жағына жазу үшін. Міне мен жасадым. Содан кейін стикер дегенге кіріп, часы, метрика десеңіздер де шығады, неше түрлі әдемісі. Немесе розовый деп жаздым. Және екінші тұрған стикерді таңдап, қажет жеріме қойып алдым. Міне содан кейін төбесіндегі стрелканы басып, өзімізге сақтап аламыз PicsArt'тан. Және достар, менде iPhone соткасы болғандықтан мен Studio дейтін приложениемен жазамын. Болған қалай қазақша шрифт орнату барлығы менің YouTube каналымда бар. Міне қажетінше осылай таңдап, фотоларды, цветтерін бәрін таңдап осылай қойып аласыздар. Әдемет жазып, және ең соңында бақытты ата-ана деп аяқтап өздеріңізге сақтайсыздар. Болды міне.